Қайырлы күн, менің есімім Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушылардың бірі болып табыламын. Бүгінгі видеода мен сіздерге жалпы қаражатты басқаруға көмектесетін Құмыра әдісімен бөліскім келіп отыр. Орыс тілінде ол көбінесе метод кувшинов деген атаумен танымал. Жалпы бұл әдістің ең негізгі идеясы неде? Сіз өзіңіздің кірісіңізді барлығын бірден алғаннан кейін 6 құмыраға бөліп тастау. Әрине, бұл жақта қазір мен сіздерге толыққанды не үшін 6 құмыра және оның әрқайсы пайыздық бөлігін толыққанды айтып беретін боламын. Дегенмен де сіз тура өзіңіздің жағдайыңызға байланысты құмыраның санын өзгертіп, немесе ол құмыраға салатын ақшаның пайызын да өзгертуге болады. Дегенмен классикалық тұрғыдан сіздердің 6 құмыраның ең біріншісіне сіз жалпы барлық тұрақты шығындарды сол құмырамен жабуыңыз керек, және ол кірістің көп жағдайда 55%-нан аспағаны дұрыс. Екінші құмыра бұл сіздің кірісіңіздің кемі дегенде бір 10%-нан, ең дұрысы бір 25%-ын құрағаны абзал, және бұл көбінесе біздің жина қоры, инвестициялары ретінде қарастыруымыз керек. Бұл біздің болашақта әртүрлі форс-мажор жағдайлардан сақтап қалуға, немесе болашақта пассивті кіріс түріне айналдыруға болады, және ол да біздің жалпы кірісімізден кем дегенде қайталап айтайын 10%-нан кем болмағаны дұрыс. Кейінгі үшінші құмыра бұл біздің кірісіміздің де қайталап 10%-нан тұрғаны жақсы, және бұл оның мақсаты көп жағдайда өзіміздің дамуымызға бөлу. Мүмкін кітаптар аласыз, мүмкін оқуыңызға арнайсыз, яғни бұның өзі біз әрқашанда өзіміздің дамуымызға да белгілі бір қаражаттың бөлігін жұмсап отыруымыз керек. Келесі төртінші құмыра бұл жалпы біздің демалу түрлері, соның арасына әртүрлі жаңағы қыдыруды және де басқа да бір өзіміздің сол кезде қажет еткен дүниелерді салсақ болады, және ол да құмыра жалпы кірісіміздің 10%-ын құрайтын болады. Бесінші құмыраны жинақ қоры деп те қарастыруға болады, немесе мынау сіздің нақты бір арманыңыз, мақсатыңыз болса, мүмкін шетелге шығу деген секілді, соған арнап бөлек құмыраны, және соған да өзіңіздің қаражатыңыздың 10%-ын бөліп отырғаныңыз абзал. Ең соңғы 6-шы құмыра бұл басқа адамдарға көмек, қамқорлық немесе сыйлық ретінде өзіңіздің қаражатыңыздың 5%-ын бөлгеніңіз дұрыс. Осы әдісті өмірлеріңізге пайдалана отырып, сіз өзіңіздің қаражатыңызды басқарып үйренесіз. Ал жалпы қаржылай сауаттылыққа келген кезде біз ең қарапайым формула кірісіміз шығысымызға қарағанда көп болған кезде, шығысымыз төмен болғанда біз табысты, бай, қуатты адам боламыз. Жалпы кірісті көбейтудің де жолдары өте көп, шығынды төмендетудің әртүрлі жолдары көп, және біз осы шығындарды төмендететін әртүрлі 180-нен астам лайфхактар мен кеңестерді жинап, үнемдеу арқылы ақша жинау курсын жасап шыққан болатынбыз. Ол 14 күннің ішінде сіз 200 минуттан астам пайдалы видеолар мен ақпараттармен танысатын боласыз.